Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, әдемі болып шығатын шпараның рецебімен бөлісетін боламын. Алдын ала құрғақ ыдысымызға 1 кесе жылы су құятын боламыз. 1 шай қасық тұз пайдаландым. Алдын ала дайындап алған жұмыртқамызды 2 жұмыртқа салдым. Яғни 1 шай қасық ас содасын пайдаландым. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды да салатын боламыз. 3 кесе ұн пайдаландым. Осылайша қолдың көмегімен жақсылап қамыр егетін боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Осылайша қамырымызды орташа көлемде жасаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте керемет, әдемі болып шықты. Енді қамырымызды біз 30 минутқа бетін пакетпен жауып, тындырып қоятын боламыз. Алдын ала ашып дайындап алған картофелімізді да қайнатып пісіріп алатын боламыз. 1 пияз пайдаландым. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Осылайша жаңағы зуаламызды, қамырымызды 3-ке бөліп, яғни 3 зуала жасайтын боламыз. Енді біз бірінші зуаламызды, яғни бірінші қамырымызды қолдың көмегімен күш салып отырып, басып отырып, яғни қамырымызды жаямыз, себебі қамырымыз кішкене қаттырақ болды. Осылайша қамырымызды жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың жұқалығы осындай болды. Өте керемет, әдемі болып шықты. Енді біз қамырды осылай оқтауымызбен орап, яғни ұзын бөліктерге бөлетін боламыз. Бірінші осылай ұзыннан кесіп аламыз, яғни сосын 4 бөлікке етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын көз мөлшермен жасадым. Жаңағы картофеліміз пісіп дайын болды. Жаңағы пиязымызды да қуырып дайындап алдым. Тұз салып қуырдым, яғни картофелімізге тұз салмастан қара бұрышымызды салып отырып, осылай езіп алатын боламыз. Енді біз массамызды қамырымызға салып шығатын боламыз. Осылайша шпарамызды енді біз түйеміз. Яғни осылайша түйіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шпарамызды өте керемет, әдемі түйіп алдық. Енді біз майымызды қыздырып, яғни қазанымызға салып, шпарамызды қуырып алатын боламыз. Майыңыз қатты қызып кетпесін, себебі қатты күйіп кетеді бірінші. Сол себептен газды баяулатып, яғни шпараны пісіріп алған дұрыс. Осылайша шанышқымен араластырып отырамыз. Осылайша шпарамыз алтын түсті болып шығады, өте әдемі болып шығады. Сізде осы рецеппен жасап көрсеңіз, сіздердің де шпараларыңыз өте керемет, әдемі болып шығатын сөзсіз. Міндетті түрде осылай рецеппен жасап көріңіз. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі
алтын түсті болып шықты. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.